Жұмбақ табақ. Баяғы заманда бір ауылда ынтымағы жарасқан бір кемпір шал тұрыпты. Оның жар дегенде жалғыз ұлы, ай мен күндей сұлу келіні, бір немересі бар екен. Бір күні қариялардың жалғыз ұлы жазылмас ауруға шалдығып, ақыры жастай дүние салыпты. Бір күні жесір қалған жас сұлу келіншекке көзі түскен сол ауылдағы бай әрі болыс қасына нөкерлерін ертіп әлгі кемпір шалдың үйіне келеді. Сөйтіп қаралы келінді тоқалдыққа күштеп әкетпекші болыпты. Келіннің қайынатасы мен қайын енесі болысқа бір ақ сарыбас мал сойып, оны қонақ етіпті. Мал сойылып жатқанда қайын енесі ошақ басында жүрген келініне: «Келінжан, мына болыс тегін келмепті. Сені тоқалдыққа алсам деп атаң екеумізге сөз салып отыр. Атаң екеуміз жұмған аузымызды аша алмай, болыстың беделінен жасқанып, не айтарымызды білмей отырмыз», дейді. Сонда жас келін: «Апа, еш алаңдамаңыз. Болыс ел басқарып отырған есті ұлық қой. Ұлықтың айтқаны ұлы заң, оны ел атқарады. Ал ұлық та халықтың сөзін тыңдайды. Ас жегеннің аузы жұмсақ болады. Болысқа тартатын асты мен дайындайын. Сіздер жай әңгімелесіп, еш нәрсенің қылпын білдірмей отыра беріңіздер. Қонақ кәде мен ас сыйынан кейін ол мәселе шешімін табатын болады», депті. Келіннің айтуы бойынша кемпір шал қонақтармен әңгімелесіп отыра беріпті. Бір уақытта ет те піседі. Келін астау толы етті қонақтардың алдына келіп, ақ дастарханға қойып, далада жүрген ұлын шақырып: «Болыс атаңнан бата сұра», депті. Таңдайы тақылдап тұрған 4-5 жастағы ұл бала: «Ұлық ата, адал асқа берші бата. Сіз келдіңіз-ау, пайғамбар жасқа. Сіз салған жолмен халық жүрсін, кетпесін бұл өмірде ешбір қата», деп бата сұрапты. Сонда астауға салынған кәделі жіліктерді көзінің қырымен бір шалып өткен ақылды болыс астаудағы асқа бір қарап, келінге бір қарап: «Ішпес жерде су бар, жемес жерде ас бар. Астау толы аста ақыл жетпес сыр бар. Жұмбағын шеше алмас бір жұмбақ шың бар», деп астан ауыз да тиместен нөкерлерін ертіп, райынан қайтып, үн-түнсіз бетін сипап аттанып кеткен екен. Сонда келін астауға қандай кәделі жіліктер салған? Бұл жұмбақ табақ деп аталады. Оны болыс пен келін ғана түсінеді. Қалғандары аң-таң болып жұмбақты шеше алмайды. Ауылдан алыстаған соң болыстың нөкерлерінің бірі: «Болыс, сіз астан ауыз тимей, не жауап қатпай, келінді тоқалдыққа алу райынан қайтып қалдыңыз ғой. Біз түк түсіне алмай қалдық», деген екен. Сонда болыс: «Мына елдің болысы мен емес. Жас болса да, әйел болса да, нағыз ел басқаратын, нағыз дана, ақылды жан сол екен», деп терең оймен күрсініпті. Сонда әлгі жағымпаз нөкер: «Ой, болыс-ау, әйелдің шашы ұзын, ақылы шолақ, өзі де ақымақтау көрінеді. Бір қойдың бар кәделі жіліктерін астауға толтыра бір-ақ тартыпты ғой. Онда тұрған не бар? Етке тойып алып, жас сұлуды қойынға салу керек еді», деп жылпылдапты. Қабағы қатулы болыс: «Ей, ақымақ, ақылың тамағыңнан аспайтын қу сорлысың ғой. Ол табақ емес, ол маған берген жауап. Оның мәнін біліп ал», деп бір тыныстап алған болыс ат үстінде алдына тартылған бір астау еттің мән-мағынасын былай түсіндіріпті. «Ол келін емес, керім екен. Астауға жетім арқа салыпты. Ол күйеуім кетіп, жесір қалдым дегені. Бұлшық еті жоқ, асық жілік салыпты. Ол түйеніші жоқ ұлым жетім қалды дегені. Қойдың жарты жүрегін салыпты. Ол жүрегім жарты, көңілім орта дегені. Жетім бауыр салыпты.
Ол туыстарым күйеуге шыққанымды қаламайды дегені. Қойдың тіл мен жағын кескілеп салыпты. Ол сізбен тіл табыса алмаймын дегені. Сынған еті аздау ортанжелік салыпты. Ол азаматымыздан айырылып, қаралы болып отырмыз дегені. Етінің жартысы кесілген кәрі жілікпен құйқасының жартысы жоқ бас салыпты. Ол қарт қайын атам мен қайын апам бар, оларды тастап кете алмаймын дегені. Жалғыз тал қара қабырға салыпты. Ол қатыныңмен кеңес дегені. Талақты 3 бөліп салыпты. Ол қатыныңды талақ етіп, басыңды босатып кел дегені. Еті ашылған жауырын салыпты. Ол ақылың болса, осы ауыртпалықтарды көтере аласың ба дегені. Қу құйымшақ пен тоқпан жілікті салып, оның үстіне құйрық маймен басып қойыпты. Ол біздей қойшы, құлды майдай жұмсақ сезініп, шынайы отбасымызбен қабылдай аласың ба дегені. Оның қасына қос бүйректің біреуін жарып, біреуін бүтін күйінше қойыпты. Ол бүйрегің бітеу, қуатың күшті ме? Жоқ, жарты бүйректей әлсізсің бе дегені. Міне, біздің хәл осылай, ал сіздің хәл қалай? Деп сұрағаны. Жарты шикі піскен өкпе салыпты. Ол ісің шикі болса, маған өкпелеме дегені. Мен оның ақылы мен арына қол қойып, үнсіз, тілсіз кеттім. Атам қазақ, білгенің 1-9, білмегенің 99. Көп білсең де, көптен артық білмейсің. Білгенің көбейген сайын, білмейтініңнің одан да көп екенін түсінетін боласың деп текке айтпаған ғой, деп әңгімесін тамамдап алға қарай желе жорта жөнеліпті.